Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайдалы өсімдіктер. Мақсаты өсімдіктердің пайдасы туралы ертегі оқу және сандарды ретімен айтып және жазуды үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока называется «Полезные растения». Сегодня прочитаем сказку про полезные растения и научимся правильно говорить и писать порядковые числительные. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер жусан, полынь, сексеуіл, саксаул, қоға, рогоз, алабота, марь, жою, уничтожить. Жаңа сөздерді сурет арқылы қайталаймыз. Сексеуіл, қоға, жусан, алабота. Жақсы балалар, тағы бір рет оқиық. Сексеуіл, қоға, жусан, алабота. Жақсы. Жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Балалар, бұл пайдалы өсімдіктер. Қазір сіздермен осы өсімдіктер туралы ертегі оқитын боламыз. Ребята, это полезные растения. Сейчас мы прочитаем сказку про эти полезные растения. Сказка называется «Зирек патша», мудрый царь. Ертеде бір жас патша болыпты. Ол өсімдіктердің пайдасы жайлы көп ойлайды екен. Бірде ол шаһар айналасындағы пайдасыз өсімдіктерді жою керек. Маған ең жаман өсімдіктерді алып келіңдер деп тапсырма береді. Уәзірлер патшаға қоға, сексеуіл, жусан, алаботаны алып келеді. Патша оларды базарға апарып өте төмен бағамен сатыңдар дейді. Түстен кейін патша базарға барса, ешқандай өсімдік қалмапты. Ең бірінші сексеуіл таусылыпты. Оны көп сатып алған адам сексеуілді мен отын қыламын депті. Екінші қоға таусылыпты. Оны көп сатып алған адам мен қоғадан арқан, жіп есемін, ыдыста тоқимын депті. Үшінші жусан таусылған. Оны да сатып алған адам былай депті. Жусан өте пайдалы өсімдік. Ішің ауырса жусанды қайнатты, суын іш. Жусанның қайнаған суына жіп бояймын. Төртінші алабота таусылыпты. Мұны көп сатып алған адам мен алаботадан сабын, дәрі жасаймын деп айтыпты. Ақылды патша әр өсімдіктің пайдасы бар екенін түсініпті. Сөйтіп, жаман өсімдік іздеуді тоқтатыпты. Жақсы балалар, берілген ертегіні өз бетінше тағы бір рет оқимыз. Ребята, еще раз самостоятельно прочитайте сказку, затем перевод. Келесі екінші тапсырма, мәліметтерді сәйкестендір. Во втором задании вы должны будете по прочитанному соединить данные сведения. Мысалы, бірінші сексеуіл. То есть первым разобрали саксаул. Өйткені оны жақса пеш ыстық болып тұрады. Потому что если использовать его как дрова, то печка будет горячей. Да? По данному образцу вы продолжаете соединять сведения правильно и запишите это в тетради. Келесі есте сақта, яғни грамматика. Бүгін реттік сан есімдерді өтетін боламыз, яғни порядковые числительные. Отвечает на вопрос нешінші, который. И образуется с помощью суффиксов ншы, ншы и ншы, ншы. Ншы, ншы мы добавляем, если числа заканчиваются на гласные буквы. Мысалы, алтыншы, шестой, жетінші, седьмой. Ншы, ншы мы добавляем, если числа заканчиваются на согласные буквы. Мысалы, тоғызыншы, девятый, сегізінші, восьмой. Енді кесте бойынша танысайық. Қанша, неше, это сколько? Это количественные числительные в первом столбике. Нешінші, который, это порядковые числительные. Бір, бірінші. Екі, екінші. Үш, үшінші. Төрт, төртінші. Бес, бесінші. Алты, алтыншы. Және жеті, жетінші и так далее. Ребята, еще раз ознакомьтесь с правилой. Енді келесі үй жұмысы. Берілген есептік сан есімдерді реттік сан есімге айналдыр.
Вам нужно из количественных числительных образовать порядковые числительные. Мысалға, 100, 100-ші, 7, 7-ші и так далее. По данному образцу вы образуете порядковые числительные и записываете это в тетради. Балалар, ендігі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.